Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен бірге осылай қызылшадан жасалатын салаттың рецептісін жасаймыз. Осы салаттың рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Жасалу жолы өте қарапайым және жеңіл. Видеомды соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп алыңыз. Енді бұл салатты жасау үшін маған көп нәрсе қажет болған жоқ. Үлкен бір қызылша, сәбіз, чеснок, мынандай консервіленген жүгері, сосын көк пияз, лимон, кішкене сұйық май. Қызылша мен сәбізді қайнатып пісіріп алдым мен алдын ала. Осылай үккіштен өткіземін. Қызылшадан соң жаңағы сәбізді де үккіштен осылай өткізетін боламын. Достар, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, менің болашақта шығатын жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Комментарий бөлімінде ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Және де болашақта менен қандай рецепттер күтесіз, соны да жазып қойыңыз. Енді көк пиязды тураймын майдалап. Көк пиязды турап, көк пиязды тоже осы қызылша мен сәбіздің үстіне саламын. Оның үстіне чеснокты. Сосын жаңағы консервіленген жүгеріні қосамын. Өте пайдалы салат. Витаминге бай. Осы салатты жасап көріңіздер міндетті түрде. Және дәміне қарай тұз, қарабұрыш. Менде бұл салаттың порциясы бір порция. Егер сіздер көп жасаймын десеңіз, жаңағы ингредиенттерін көп етіп қоссаңыз болады. Оның үстіне бір ас қасықтай сұйық майды қосып жіберіп, және де осы лимонның соғын сығып қосамын. Салатқа өте бір керемет күшті дәм береді лимонның соғы. Сосын бәрін осылай араластырып, дастарханға қоя берсеңіз болады. Мен бұның үстін жаңа күнжутпен сәндедім. Енді күнжут сепсеңіз де, сеппесеңіз де, енді ол өз қалауыңыз. Осылай күнжутпен сәндеп қойса бір керемет әдемі болып тұрады дастарханға қойғанға. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді, пайдалы салат.